яғни пропорция бойынша бізде 216-ны бөлеміз 180. Мұнда 1/2 мол. Келесі. Алкендер толық гидрлегенде түзілетін көмірсутектер. Гидрлеу дегеніміз, яғни сутек қосу. Бұл бізде гидрлеу. Алкендердің жалпы формуласы CnH2n-2. Бұл жерде 3 байланыс бар, екеуі пи байланыс, біреуі сигма. Бізде байланыс үшін 2 пи байланыс қажет. Осы 2 пидің әсерінен бір-бірімен сутектер қосылады. Мысалы ретінде оның бірінші өкілі ацетилен. Оған сутек қосатын болсақ, бізде түзіледі С2H6 алкан. Мынау бізде қанықпаған көмірсутек, алкан бізде қаныққан көмірсутек. Сондықтан мына жерде бізде теңестірсек 2. Сонда алкендер толық гидроленгенде алкан түзіледі. Мына жерде дұрыс жауабы алкандар. Келесі. 8 грамм магний оттекпен әрекеттескенде түзілген магний оксидінің мөлшері. Реакцияны жазамыз. Магний, яғни оттекпен қосылса, ол кез келген. Металл оттекпен қосылса, оның оксид, яғни металл оксиді, магний оксиді. Енді бұл жерде 8 грамм магний қасына жазамыз. Пропорция бойынша түзілген оксидінің мөлшері X. Енді магнийдің біз атомдық массасы бізде 24-ті 2-ге бөлсек біз 48. Мына жерде бізде моль санын табу керек, коэффициенті, яғни 2 моль. Пропорция бойынша шешеміз, 8-ді 2-ге көбейтеміз, бөлеміз 48-ге. Сонда болады бізде 0,5. Жауабы келесі. Массасы 7,8 грамм калий сумен әрекеттескенде түзілетін сутектің көлемі. Яғни калийді бізде сумен әрекеттестіреді. Калий сумен әрекеттескенде бізде түзіледі калий гидроксиді және сутек. Теңестіру үшін бізде мына жерде сутек саны 3 болып тұр, мына жерде 2 қоямыз, мына жерге 2 қоямыз. Енді осы реакция бойынша біз пропорция құрып шығарамыз. Калийдің бізде табу керек сутектің көлемі 2 литр. 7,8 грамм калий деп тұр, есептің шарты бойынша 7,8. Енді біз калийді білеміз, массасы оның 39. 39 2-ге көбейтеміз, сонда 78 грамм. Ал бізде мына жерде қалыпты жағдай болғандықтан, бұның алдында 1 моль болғандықтан, оның көлемі 22,4 литрге тең. Сонда пропорция бойынша 7,8-ге көбейтеміз 22,4-ті, бөлеміз 78-ге. Сол кезде бізде 2,24 литр түзіледі. Дұрыс жауабы А варианты. Келесі. Келесі сұрақ. Күкірсутектің сутек бойынша тығыздығы. Күкірсутектің формуласы бізде H2S. Яғни сутек бойынша тығыздығын табу үшін бізде H2. Ол үшін біз күкірсутектің молярлық массасын бөлеміз сутектің атомдық массасына. Енді бұл жерде сутектің табу үшін бізде MH2S, бізде ол 34-ге тең.
34-ті білеміз. Сутектің массасына 2, 17. Тыршауы сонда. Келесі сұрақ бізде фотосинтез кезінде ауаға бөлінетін газ, ол бізде С жауабы. С жауабы оттек. Келесі 2 моль алюминий хлоридін суда толық диссоциацияланғанда түзілген хлор ионының зат мөлшері. Алюминий хлоридінің алюминий хлор 3 формуласы. Оны толық диссоциацияланғанда бізде түзіледі алюминий катионы және хлор анионы. Мынау индекс бізде алдына коэффициент болып түседі. Сондықтан бұны теңестіреміз. Бірақ біз бұл жерде бір моль алюминий болған кезде бізде осындай теңдеу болады. Яғни бұл 1 моль болған. Ал бізде есептің шарты бойынша 2 моль деп. Біз сонда мына алюминий хлордың алдына 2 қоямыз, 2 есеміз. Сонда бізде алюминийдің саны 2 және хлордың алдында коэффициенті 2 мен 3 көбейтіледі да, сонда 6 болады. Астына жазайын. 2 алюминий хлор 3, оның диссоциация теңдеуі 2 алюминий 3 плюс бізде 2 мен 3 көбейтіледі, 6 хлор ионы. Бұл бізде 2 моль. Осы жерде біз 1 моль мен 2 мольді есептің шартына қарап ажыратып алуымыз керек. Және мұқият керек. Келесі сұрақ бізде күкірт, магний, натрий. Осы элемент қатарындағы элементтердің гидроксидтерінің қасиеттері өзгермейді. Бұл жерде біз қараймыз, гидроксидтері, яғни элементтер, ең соңғы мысалы натрийді аламыз. Натрий гидроксиді болады. Яғни бұл жерде қасиеттері қышқылдықтан негіздікке қарай өзгеріп жатыр. Себебі бізде S қышқыл түседі, магний қышқыл түсетін қасиеттер басым. Қышқылдықтан негіздікке қарай. Себебі оның соң жағы натрий гидроксиді негіз тұр. Бұл жерде басқа варианттарында вариант жоқ.